Асқабақ қасиеті мол өнім. Басқа өнімдерге қарағанда асқабақ өзінің азықтық қасиетін жыл бойы жоймайды. Оның дәнінің ағзада мекендейтін тоғыштар құрттарды жоятын қасиеті бар. Ал еті түрлі микроэлементтер мен витаминдерге аса бай. Әсіресе оның құрамында ешбір көкөніс пен бақша өнімдерінде кездеспейтін К витамині мол. Бұл витамин ағзадағы қанның ұйғыштығын қалыпта ұстау үшін қажет. Оның азаю себебінен мұрын, тіс еттері қанайды. Кейде ішкі ағза мүшелерінен асқазан, ішек жолдарынан қан кетуі мүмкін. Асқабақ дәніндегі Е витамині ағзаның ерте ескіруін қорғайды. Ал асқабақ құрамындағы суда ерігіш азықтық талшықтар пектин ішектің қозғалғыштық қасиетін арттырады. Сонымен қатар асқазан мен ішек жараларын жазады. Ағзадағы зиянды заттардың ұлытын азайтып, оларды сыртқа шығарады. Асқабақтың басқа да емдік қасиеті көп деп саналады. Жүрек қан тамырлары ауырғанда, қан азайып, әлсіреп, әлжуазданғанда асқабақты шикідей жесеңіз, ағзадағы темірдің құрамы толығады. Ал ұйқысыздық маза бермегенде асқабақ қайнатпасына бал қосып 2-3 қасық жеген пайдалы. Пісірілген асқабақты күйікке, қышымаға, қотырға, бөртпеге, безеуге қарсы қолдануға болады. Іріңдегіш жараларға жақса, олардың өзегінің пісіп, сыртқа шығуын тездетеді. Сонымен қатар бүйрек, қуық ауруларын емдеуге де асқабақты пайдаланады. Ол үшін асқабақтың дәні мен кенеп шөптің конопля дәнін бірдей қылып ұсақтап үгіп, әрқайсынан 1 стаканнан керамика ыдысқа салып, үстіне 3 стакан қайнаған су құяды. Сосын дайын болған сөлді сүзіп алып, 1 күннің ішінде ішіп бітіреді. Ол әсіресе қуық суықтағанда, несеп жолы арқылы қан кеткенде өте пайдалы. Оны бал қосып ішуге де болады. Байқасаңыз, асқабақтың денсаулыққа емдік әсері ұшан теңіз екен. Күнделікті тамақ рационыңызда асқабақтың болғаны дұрыс.